Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңына сәйкес, мемлекеттік қызметке түсу конкурстық негізде жүзеге асырылады. Мемлекеттік қызметке алғаш рет кіретін азаматтар жалпы конкурсқа қатысады. Конкурсқа қатысу үшін ең алдымен тестілеу бағдарламасын таңдап, мемлекеттік тілді және Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге, сондай-ақ жеке қасиеттерін бағалауға арналған тестілеуден өту қажет. Әкімшілік мемлекеттік қызметке түсуге арналған тестілеу лауазымдардың санаттарына байланысты 3 бағдарламадан тұрады. Әр бағдарламада нормативтік құқықтық актілер тізімі көрсетілген. Сондай-ақ бағдарламада қойылатын сұрақтардың саны, шекті деңгейі, тестілеуді тапсыру үшін бөлінген уақыты көрсетілген. Тестілеу бағдарламаларымен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің сайтында, егов порталында, сонымен қатар халыққа қызмет көрсету орталықтарында танысуға болады. Не болмаса тестілеу бағдарламасының арнайы сілтемесі осы видеоның астында орналастырылған. Тестілеуге дайындалу үшін кандидаттарға Әділет заң KZ сайтында нормативті құқықтық актілерді оқуға кеңес береміз. Сондай-ақ кандидаттардың Көкшетау қаласы Абай көшесі 87-ші ғимарат 1-ші қабат мекен жайы бойынша орналасқан тестілеу залында ақылы сынама тестілеуден өту мүмкіндігі бар. Тестілеуге жазылу егов порталы арқылы жүзеге асырылады. Бұл қызметті алу үшін азаматтардың электрондық цифрлық қолтаңбасы немесе мобильді азаматтар базасында тіркелу қажет. Тестілеуге жазылған кезде азамат тест тапсыру күні мен уақытын өзі таңдайды. Тестілеу залы дүйсенбіден жұмаға дейін жұмыс істейді. Тестілеуге жазылуды қадам-қадаммен көрсететін арнайы бейне жаднаманың сілтемесі осы видеоның астында орналастырылды. Тестілеуге жазылмас бұрын аталған бейне нұсқаулықты міндетті түрде көру қажет, өйткені азаматтар жиі дұрыс емес қызметті таңдап, яғни тестілеудің басқа түріне жазылады, нәтижесінде өздері таңдаған күні тестілеуді тапсыру мүмкіндігінен айырылады. Сондай-ақ тестілеуден өтуге кандидаттардың жеке басын куәландыратын құжаты болған жағдайда ғана рұқсат етілетінін есте сақтаған жөн. Егер сіз күтпеген жағдайлардың салдарынан тестілеуге келе алмасаңыз, жазбаңызды басқа күнге ауыстыра аласыз. Ол үшін егов порталы арқылы қайта өтінім беріп, тестілеудің жаңа күнін таңдау қажет. Тестілеу нәтижесі бойынша қажетті балл жинай алмаған кандидат тестілеуді 15 күнтізбелік күннен соң қайта тапсыра алады. Ал егерде кандидат тестілеу барысында тыйым салынған заттарды, оның ішінде ұялы телефон, тағда басқа заттарды қолданып, не болмаса басқа тәсілдермен өзге адамдардың көмегін қолданып, тестілеу тәртібін бұзған жағдайда, ол тестілеуді тапсыру мүмкіндігінен 6 айға айырылады. Ал тестілеуден сәтті өткен кандидат 1 жылға жарамды тиісті сертификат алады. Тестілеуден өткен соң кандидат бос лауазымдар туралы хабарландырулармен танысып, конкурсқа қатыса алады. Бос лауазымдар туралы ақпаратпен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің ресми сайтында танысуға болады. Әрбір конкурс туралы хабарландыруда кандидаттардың біліміне қойылатын талаптары, байланыс деректері, құжат тапсыруға арналған электрондық почта және тағы да басқа қажетті мәліметтер көрсетіледі. Қажетті хабарландыруды тапқаннан кейін кандидат конкурсқа қатысу үшін құжаттарын тапсырады. Агенттіктің сайтындағы бос лауазымдар туралы хабарландырулар бөліміне өтуге арналған сілтеме осы видеоның астында орналастырылған. Кандидат өзінің құжаттарын почта арқылы, егов порталы арқылы, не болмаса мемлекеттік органға келіп, қолма-қол тәртіпте тапсыра алады. Конкурсқа қатысу үшін өтініш, қызметтік тізім, білім туралы құжаттар мен олардың қосымшаларының нотариалдық куәландырылған көшірмелері қажет. Құжаттарды қабылдау мерзімі 7 жұмыс күнін құрайды. Ол жалпы конкурс өткізу туралы хабарландыру уәкілетті органның интернет ресурсында жарияланғаннан соң келесі жұмыс күнінен бастап есептеледі. Құжаттардың жұмыс уақытында қабылданатынын ескерген жөн. Құжаттардың толық емес топтамасын немесе дәйексіз мәліметтерді ұсыну
не болмаса құжаттардың қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі конкурстық комиссия хатшысының оларды қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады. Құжаттардың толық топтамасын қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы ұсынған кандидаттарға конкурс комиссиясының хатшысы құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді. Құжаттардың толық топтамасын электронды түрде жіберген кандидаттарға қолхат электронды түрде жолданады. Өтініш пен қызметтік тізімнің үлгілері әрбір конкурс туралы хабарландырудың астында орналастырылған. Оларды жүктеп, содан кейін электронды түрде теруге, не болмаса басып шығарып, қолмен толтыруға болады. Егер сіз құжаттарды электрондық форматта жіберетін болсаңыз, онда қолма-қол тапсырылған құжаттарды сканерлеу қажет. Әңгімелесу кандидаттарды әңгімелесуге жіберу туралы оларды хабардар еткен күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде конкурс жарияланған мемлекеттік органда өткізіледі. Әңгімелесу қажет болған жағдайда қашықтықтан бейне байланыс құралдары арқылы өткізілуі мүмкін. Әңгімелесу алдында конкурс комиссиясының хатшысы сізге конкурс комиссиясының мүшелерін, байқаушыларды, сарапшыларды, уәкілетті органның өкілін таныстыруы тиіс. Әңгімелесу барысында сізге үміттенген бос лауазымға байланысты сұрақтар қойылады. Әңгімелесу барысы техникалық бейнежазба құралдарының көмегімен тіркеледі. Сіздің келісіміңіз болған жағдайда әңгімелесуді интернет ресурстарда және әлеуметтік желілерде онлайн сүйемелдеуге жол беріледі. Әңгімелесу кезінде егер конкурс комиссиясы отырысының өтуіне кедергі келтірмеген жағдайда, сіз де техникалық жазба құралдарын қолдана аласыз. Конкурс комиссиясының шешімі және конкурс комиссиясының оң қорытындысын алған кандидаттардың тізімі кандидаттармен әңгімелесу өткізілгеннен кейін бір жұмыс күні ішінде мемлекеттік органның интернет ресурсына орналастырылады. Конкурс комиссиясының хатшысы әңгімелесуден өткен кандидаттарға конкурс нәтижесі туралы әңгімелесу аяқталғаннан кейін 2 жұмыс күні ішінде хабарлайды. Қосымша сұрақтарыңыз туындаған жағдайда осы видеоның астына комментарий қалдырыңыздар, ал біз міндетті түрде жауап береміз.